Менің атым Қосман Сағындық, мен Рақымжан Қошқарбаев ауылында тұрамын. Менің үйдегі жұмысым, мен огород суарам, мал айдап алып келем, бұзауларды суарып, үйдің жұмыстарын істеймін. Менің арманым Айқанат олимпиадасының жеңімпазы болу. Айқанат мен сияқты ауыл балаларына көптеген мүмкіндіктер береді. Айқанат мектебі туралы білген кезде бірден сонда барғым келді. Айқанат мектебі күшті өмір сүру жағдаймен және ең жақсы біліммен қызықтырды. Менің әкем мен өскен кезде маған айтады, өзің қандай жұмыс істеген келсе де өзің біл дейді. Сенің осында болуың қазірдің өзінде үлкен жеңіс. Ал біз барлығына бірге жетеміз. Барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін, армандарына жете берсін. Менің есімім Түрісбеков Тұрар. Өзім Ақмола облысы Біржансал ауданының Кеңаши атты ауылдан боламын. Еліміздің бір қарапайым оқу орнына түсіп, содан соң мүмкін қайта ауылға оралып жұмыс жасаймын деп ойлаған болатын. Бірақ кейін Айқанат мектебіне түскеннен кейін мен еліміздің ғана емес, жалпы барлық әлемнің ең беделді университетіне түсе алатыныма сенген болатынмын. Айқанат мен үшін ең бірінші болашақ өмірге деген сенім беретін мүмкіндік. Әрбір адамды болашаққа нақты нық қадам баса алатын және де өз алдына мақсат қойып, сол мақсатқа жете алатын тұлға етіп қалыптастырады деп ойлаймын. Всем салем, меня зовут Шолпан Жаксылыкова. Я из Жамбыльской области, Жуалинского района и села Баужана Мумышева. Я являюсь выпускницей Айканат High School of Бурабай, а также студенткой Vytautas Magnus University, которая находится в Литве, в городе Каунас. 3 года назад я бы не поверила, если бы кто-то мне сказал, что Олимпиада сможет изменить всю твою жизнь и тебя в целом. И школа мне действительно помогла открыться как человек и развиваться в персональном плане. Слов не хватит, чтобы описать свою благодарность фонду Айканат. Так что вы, ребята, новые айканатовцы, тоже присоединяйтесь к нам. И всегда помните, если даже у меня получилось, то у вас тоже обязательно все получится. Сіздер Айқанат қорының қатысы бар 3 баланың оқиғасын көрдіңіздер. Осыған ұқсас мыңдаған оқиғалар бар. Өйткені Айқанат жыл сайын Қазақстанның барлық ауыл оқушыларына сапалы білім алуға мүмкіндік беріп, жол ашады. Ауылдарды шабыттандыра, Қазақстанды дамытамыз. Биіктерге бірге жетейік.